Хабарымызды жалғастырамыз. Қызылордалық жас бишілер халықаралық би байқауында топ жарып елге оралды. Алматы қаласында өткен өнер бәйгесінде өрнек хореографиялық би студиясының бишілері гран-при иеленіп, сыр елінің мерейін үстем етті. Алатау бөктерінен олжалы қайтқан жеңімпаздарды ата-аналары мен туған туыстары темір жол вокзалынан зор ықыласпен қарсы алды. Қаңтардың 29 күні еліміздің оңтүстік астанасы Алматы қаласында республиканың бірнеше аймағынан 90-нан аса жас биші топтары жиылды. Оған басты себеп бала шабыты халықаралық конкурс жобасын кезекті байқауы болды. Дарынды балалар мен жастардың шығармашылығын дамытуға бағытталған өнер бәйгесі Алатау театр сахнасында өтті. Сыр гүлдері балалар би ансамблі еліміздің білікті өнер майталмандар алдында өз өнерлерін паш етті. Ансамбль жетекшісі Жанар Тұңғышбайқызының сенімі ақталып, шәкірттері жеңімпаз атанды. Бұл менің екінші жарысым. Біз әрдайым жүлделі орынмен келеміз. Біз ешқашанда ұтылмағанбыз. Бұл конкурс бізге ұнады. Және қазылық алқалары әділ болды деп ойлаймыз. Бұл жарыс бізге күш-қуат, қобалжымауды, әрдайым күліп жүруді үйретті. Алматы қаласында өткен бала шабыты халықаралық жобаның ұйымдастыруымен Алматы Стар байқауына қатысып, сыр елінен өрнек хореографиялық өнер мектебінің Сұргүлдер балалар би мектебі қатысып, үлкен додада жақсы өнер көрсетіп, бас жүлдені иемдендік. Біз өте қуаныштымыз. Және бұл хореографиялық номинация бойынша өте көп бишілер қатысты. Біз соның ішінде 89-шы болып өнер көрсеттік. Балалар шаршамай үйреткен нәрсені жақсы көрсеткен үшін мен шынын айтам, барлық осы өнер көрсеткен шәкірттеріме үлкен алғысымды айтам. Және осы байқауға қолдау көрсеткен ата-аналарыма да үлкен алғыс айтамын. Және бұл біздің жеңісіміздің соңы емес, әлде де бұдан да жоғары деңгейде өнер көрсетіп, сыр елінің, жыр елінің өнерін жан-жақты шет елдерде де республика бойынша, облыс бойынша өнер көрсетуге біз әрқашанда дайынбыз. Бүлдіршіндердің жеңісіне ортақтасып, темір жол вокзалына ат терлетіп келген ата-аналардың да қатары аз болмады. Барлығы балаларының толағай табысына балаша қуанып, көзайымды болып жатты. Дегенмен жеңімпаз болып келгендермен бірге облыс аса бауыр етінің жанында болған ата-аналарының кеудесіндегі қуаныш толқыны әлі тарқамаса керек. Солардың бірі Мөлдір Ахметова. Қазына есімді қызының зор жетістікке жетуіне сүбелі үлесін қосқан ол. Атана үміті ақталып, қызының болашақта бұдан да биік нәтижеден көретініне кәміл сенетінін айтады. Менің қызым Орнықбай Қазына өте керемет биге қатысып, осы жүлделі орындарды иеленіп келіп жатырмыз. Құдайға шүкір, Жанар Тұңғышбай қызына, Дильназ Рашид қызына, Ардақ Өміржан қызына біз алғысымыз шексіз. Осы өрнек би ансамблі, сыр гүлдері би ансамбліне рахметіміз айтамыз. Осылар ата-аналардың ауызбіршілігінің арқасында керемет жүлделі орын алып қайттық. Бұл сыр гүлдері балалар би ансамблінің бірінші толағай табысы емес. Жанар Тұңғышбай қызының бұрынғы түлектері 2016 жылы Испания елінде өткен халықаралық өнер байқауында жеңіспен оралған. Ол жазды өт Руслан Жүсіпбеков, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.